Ассалаумағалейкум қымбатты достар. Мейірбек Абдуллалаев арнасына қош келдіңіздер. Біздер бұл арнада бизнес, такси, жалпы өмірдегі үлкенді кішілі мәселелер, автокөлікке байланысты барлық жағдайлар, автонесие бар, әрине такси, сауда саттық деген сияқты тақырыптарды осы каналда жариялап отыратын боламыз. Сіздерден тек қана қолдау және жазылып кетіңіздер. Осы айтылған тақырыптардың ішінде сізге қай тақырып қызықты, қай жағынан қызықты деген сияқты мәселелерді астына комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Біздер сол тақырыпқа видеоларды жариялап отыратын боламыз, қымбатты ағайындар. Ал енді бүгінгі біздің ең бірінші тақырыбымыз ол такси саласында қазір қайнап жатқан самозанятый тақырыбы. Яғни самозанятый дегеніміз өзін қосымша жұмыспен қамту деген сөз ғой енді қазақша айтқан кезде. Самозанятыйға қандай адамдар өте алады? Самозанятыйға егер сіздің ешқайда жұмыс жасамайтын болсаңыз және негізгі жұмысыңыз болған жағдайда сіз өте аласыз. Егер сіздің жеке кәсібіңіз болатын болса, сіздің жеке кәсібіңізді жауып самозанятыйға өтуіңіз керек таксиге, немесе сол жеке кәсіпкер ретінде қалуымыз керек деп жатыр қазіргі салық органдарының айтып жатқан ақпараты бойынша. Енді бізде бұл мәселе жалпы қай кезде басталды деген сұраққа жауап. Бұл біздің 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпы осы әңгіме Google әңгіме шыққан болатын. Оны өздеріңізде анық айқын білесіздер. Басында сенген жоқсыздар, бәріміз де сенген жоқпыз. Сонымен 2024 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жеке кәсіпкерлікті, яғни іске қосты. Жалпы осыны контрольда ұстайтын мемлекеттік ұйым ол Қаржы министрлігі салық комитетімен бірге. Сонымен салық комитеті Яндекс агрегатормен бірігіп пилоттық жоба ұйымдастыра бастады. Одан кейін 2025 жылдың 1 қаңтарынан усиленном режиме, яғни күшейтілген режимде жұмыс жасай бастады. Жеке кәсіпкерлікті аштырта бастады. Бұл біздің бұрынғы патент режимі деген болды ғой, білесіңіздер өздеріңіз. Таксистерге арналған режим болып ашылды да жаңадан. Одан кейін 4% салық, яғни ұсталды, оны өздеріңіз білесіздер. Яндекс бұл жерде салықтық агент ретінде жұмыс жасап, сіздерден ұсталған 4%-ді сіздердің шоттарыңызға жіберіп отырды. Содан 2025 жылы толық біздер сол режим бойынша жұмыс жасап шықтық. Бірақ енді көп адамдар қарсы болды оған. Жаңағы біз неге жеке кәсіпкерлік ашуымыз керек, неге біздер қосымша шығындалуымыз керек деген таксидегі жігіттердің арасында көп сұрақтар туындады. Ол дұрыс, ол заңды, ол сұрақтың туындайтыны да белгілі еді, оны біз басынан білдік. Енді қараңыздар, бұл жерде қызық енді басталады. Сөйтті де жеке кәсіпкерге өтпеген жүргізушілерді қыса бастады ғой, оны өздеріңіз анық білесіздер. Жаңағыдай заказдарын бермей, приоритеттерін түсіріп, 2025 жылдың желтоқсан айындағы ақпарат бойынша 105 мың жүргізуші өткен. Яғни Яндекс режимінде 300 мың адам күнделікті жұмыс жасайды. Соның 1/3 бөлігі, яғни толық жеке кәсіпкерлік режиміне өтті дегенді білдіреді. Бұл 1 жылдың ішінде мемлекеттің қазынасына 1,5 миллиард теңге ең азы көлемінде ақша құйылып түсті. Бұл енді жалпы таксистер үшін өте керемет нәтиже. Себебі аз сомадан болса да мемлекеттің қазынасын толуға көмектестік. Бұл бір. Екінші, шотымыз жабық жағдайда, шектеулі жағдайда, немесе бұрын негізгі жұмысымыз болмаған жағдайда бізде пенсионный жүрмейтін еді, мемлекеттік сақтандырылмайтын едік деген сияқты ғой. Бұның барлығы жабылып, біздерге зейнетақы қорына ақшамыз түсіп отырады, әлеуметтік төлемдерді төлеп отырмыз, және де мемлекеттік сақтандыруымыз бар. Бұның барлығы қосылып бізді әлеуметтік қорғалған азаматтың деңгейіне дейін көтерді ғой. Сонымен біздер 2025 жылды аяқтадық. Біздер 2026-ның басынан бастап, 1 қаңтарынан бастап самозанятыйға толық өтеміз деді. Енді осы жерде көп сұрақтар туындады. Біз не үшін өтеміз, қалай жасаймыз, бұрынғы ИП режиміміз қайда қалды дегендей. Сонымен 1 қаңтарда басталды. Бұрынғы жеке кәсіпкерлігі бар жігіттердің барлығы бірден самозанятыйға өтіп кетті. Жеке кәсіпкермен айналысатын қосымша кәсіп болатын болса, таксиді толық қойып, жеке кәсіпкерлікпен айналысу керек еді. Ал жоқ, мен тек таксимен нәпақамды табамын деген жігіттер таксиге келді. Яғни таңдау қойды ғой салық органдары. ИП болатын болса, жеке кәсіпкерлікті таңдайсың, немесе самозанятыйды таңдайсың деген таңдау қойды. Одан кейін біз таксидегі жігіттер барлығымыз таксиде қалдық.
Содан кейін 1 наурызда жеке кәсіпкерлігіміз толық жабылды деді. Бірақ енді ол сұрақ әлі күнге дейін ашық тұр. Себебі кейбір жігіттерге салық органдарынан штрафтар келіп жатыр, әлі де төленбеген айыппұлдар келіп жатыр. Оның енді себебі 1 қаңтардан бастап Яндекс агрегаторы бұрыннан бері ұсталған 4%-ды төлеуді тоқтатты. Оның әзірге себебін біз білмейміз. Неге ол олай болып жатыр? Мүмкін ол уақытша задержка болып жатыр ма, немесе салық органдарымен арада бір келісімдері болып жатыр ма деген сияқты, бірақ ол сұраққа біз әлі жауап бере алмай отырмыз. Жігіттер салық органдарына барып ипсін жабайын десе, жаңағы қарызы бар, қарызыңды төле дейді. Ал ол қарыз бұрын 4% көлемінде Яндекс оны ұстап алып қойған. Енді бұл жерде кішкене түсініксіз сұрақтар туындап жатыр. Енді ол уақыт өте көреміз. Осы наурыз айының ортасы немесе алдымыздағы айға дейін шешіліп қалу керек. Бірақ бұл сұрақ әлі ашық күйінде тұр. Барлық сұрақтарыңызды осы жерге қалдырыңыздар, астына комментарийға қалай сұрақтар қалдырасыздар, дәл солай біз сіздерге толық түсіндіріліп өтетін боламыз. Еліміздегі такси саласындағы эксперт ретінде, таксистердің жанашыры ретінде жалпы сіздердің барлық сұрақтарыңызға тікелей нақты ешқандай ешнәрсе жасамай жауап беруге тырысамыз. Қалай анық, қалай бар, солай бар деген сияқты. Сондықтан қысылмаңыздар, қолдап кетіңіздер. Бұл канал ақпараттық, танымдық және де біздің көңіл күйімізді көтеретін жақсы бір қызықты видеолар арнасы болады деп нақты сеніммен айта аламыз. Ал енді сіздерге видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Астына комментарийға ең қызықты қойылған сұраққа міндетті түрде видео ретінде жауабын шығаратын боламыз.